Кешір, балақай. Бізге жұмыртқадан да қымбат бірдеңе керек. Балапанды бізге бер. Көкезу! Жібер! Керемет! Мен болмасам құритын едіңдер. Тоқта! Ей, комендант мырза, қазір мән жайды түсіндірем. Қап сені ме? Осыдан қолма түссең абақтының түбінде шіретем, қарада тұр. Ей, Көкезу, тездет! Міне жетейін деп қалдық. Аз қалды. Еткеге мысық! Еткеге мысық құтқар! Көкезу! Ай! Ұстаңдар! Тағы да сондай жағдайға тап болдық. Сөйттік бе? Бұл жолы сені жалғыз қалдырмайым, Көкезу. Қайтсем де құтқарам. Кешірші мені. Өз қолыммен қаланың тыныштығын бұздым. Адам сүйер қылығым жоқ. Не адам емеспін, не құс емеспін, тіпті тамақ демеспін. Кім екенді өзім де білмеймін. Бұл не болды сонда? Мен кіммін? Шындап келгенде, сен өте мейірімдісің. Менің бауырымсың. Ағалы нілі бауырларымыз. Екеумізді бірдей құтқара алмайсың. Құтқарам, мықтап ұста! Етік киген мысық, балапанды құтқар. Әйтпесе оның анасы Сан Рикардоның астан кестеңін шығарады. Бәріміз үшін ең дұрысы осы. Жоқ, бауырым, мен сені жібермеймін. Жібермейтініңді білем. Сондықтан өзім жіберем. Көкезу! Вау! Кешір алып қаз. Балапаның дінаман. Көкезу. Мейірімді жанашыр екеніңді баяғыда білгем.